Ассалаумағалейкум автокөлік сүйер қауым. Бүгін тағыдан келіп қалдық автобазарға, Алматыдағы. Яғни бүгін 25.02.2024. Ауа райы 0-ден төмен болып тұр. -10 градус. Соған қарамастан бүгін көліктердің бағасын біліп қайтайық. Күннің салқынына қарамастан базар қызып жатыр. Адамдар келіп жатыр. Мына пикапқа адамдар қарақ қапты бар. Не пикап деп түсініп жатыр ма, білмеймін. Қытайдың пикапы сияқты ғой. Газ қойып пикапқа. Шоқалар тізіліп тұр ғой. Не дейді? Бағасын жазбаған. Салоны жасанды былғар ма? Жасандан былғар ғой. Уалейкум ассалам. Екінші шоқа. Механика дейді. Не бұл? Мазда ғой. 626 қойдым. Мысалқын Volkswagen 93 жылғы механика 1.100.000 дейді. $980.000 değil mi? Mazda. Так, мынау не бізде? Chevrolet дей ма? 2020 жылғы дейді. 1.5 механика. 3.900.000 дейді. Так, бұл Chevrolet Nexia дейді. Mercedes 94 жылғы 2.2 автомат 2.500.000 дейді. Toyota Carina E. Қаңқасы бойынша состояниясы жақсы болып тұр, жылтырлап. Тоқсан екінші жылғы 2 литр 2,8 миллион сұрап тұр ғой. Салон. Салоны бәрі таза, велюр.
жақсы салон. Subaru Forester 97 жылғы автомат 2 объем 2.800.000 сұрап тұр. Toyota Carina E. Аспан көк түс. Цветі ерекше екен, 94 жылға 1.650.000 дейді. Объем 1.6 механика. Қаңқасы состояниесі орташа. Салоны велюр. Былай таза. Mazda. Жылғы 2 объем. Карко автомат. 1.750.000 дейді. Салоны велюр. Қаңқасы бойынша состояниясы средний. Салоны таза, велюр. Арчағы мынандай. Мынаяқта бір ерекше бір отдельно бөлініп бір Audi бочка тұр екен. Қаңқасы бойынша бұлай орташадан сәл жақсы десе болады. Жылтырлап тұр. 91 жылғы дейді. Audi 80 1.8 объем. Салон велюр дейді. Катализаторы алынбаған. Өзінікі родной тұр дейді ол. Состояниясы орташада. Орташа десе де болады. Жігіттер жақсы, қаңқасы бойынша жақсы. Міне салоны тап-таза. Бір хозяин десеш? Бір хозяин. Іші бәрі жақсы. Поликке қағазын яқып қойған, күтіп қарайды екен. Мынандай машинаға негізі жақсысы, ішін бәрі состояниясы. Күтіп қараған. Салоны велюр. Міне жігіттер. Әйбет. Багажник тұр. Аха. Багажнигі дөңгелегі бәрі сол бір. Бесеуі де запаскасы титанка. Катализатор одной тұр. Аха. Жақсы көлік. Қарап күтіп айдаған екен. Состояниясы қалай? Мотор, ходовка жағынан. Жақсы монопрыск один өзі. Аха. Жасайтын жері жоқ бәрі. Бәрі жақсы, е? Бәрі май жемейді моторлар. Жігіттер, Ходовкасы жақсы. бір жандар жасайтын жері жоқ, бәрі жасалған, ходовкасын бәрі жақсы. Родной катализатормен тұр, немецкий. Немецкий катализатормен тұр дейді, алынбаған. Ондай қазір редкость көп, ескі машиналардың көбісінде алып тастаған ғой. Сол себептен номер бәрі бар. Если что, хабарласам десеңіздер, осы номер көрінеді дейді. Жоқ, что кезесі бар, идеал. Аха. Бағасы 2.300.000. Hyundai Accent 1.4 механика. Вложение керек жоқ дейді хозяйына. Сыртқы қаңқасының жағдайы
жақсы. Механика. 1-4. 2011 жылғы Берген емес. Состояниесі бәрі жақсы. 3 миллион 950 дейді. Mazda 626 90 жылғы 850 сұрап жатыр. Nissan Zafira 96 жылға дейді. 2 миллион 500 сұрап жатыр, едей берсін. Audi 100 состояниесі орташаны сәл жақсы десе де болады. 91 жылға 2 миллион 400 сұрап жатыр. Күн суық, далада көбісі жүргісі келіп жатқан жоқ. Салқын болып тұр. Қол қатып жатыр. Passat универсал. Қаңқасы орташа жағдайы. Бағасын көрсек. 91 жылғы 2 механика 1 миллион 700 сұрап жатыр. Алдымыздан тағы да Audi 80 бочка кездесіп қалды. 1 миллион 750 сұрап жатыр. B4 дейді ғой Audi. Состояниесі орташа ғой, қаңқасы бойынша. Мотор жағын білмеймін. Интерес қолдап жатсаңдар, жігіттер, осы номерге хабарласасыңдар ғой. Сол жақтан толығырақ білсеңіздер болады. Мотор жағын, ходовка жағын. Так, ең арзан машиналарды көрейік бүгін. Қандай болады екен? Ең арзаны 850-ден көрдім бағаны. 1 миллион 300 дейді. Келісім бар. Бұл бізде Mazda Кронус қой. Гольфарик 92 жылғы 1,8 дейді. 1 миллион 200 дейді. Состояниесі орташа. Қаңқасы бойынша кішігірім жұмыс жасауға тұрақты болып тұр. Бүгін Audи'дің күн Audi бочкалар кездесіп жатыр ғой. Так, Audi бочка. Мынан бағасы қанша дейді? 92 жылғы дейді. 2 авион 950 мың дейді. Белюр салоны. Қаңқасы бойынша орташадан сән төмен. Косметикалық жұмыстар керек болады. Б-хатыр. Кезінде 90 жылдар мен деген көліктерін бір еді. Қазір қаңқасы да шашып қалған. Жалпы қатысы жаман емес бұлардың негізі. 92 жылғы 2,5 дейді. 1 миллион 500. Бір кісі мотористкісі айтқандай осында көлік айдайды екен. Мен БХ айдайын только дейді. Бірақ БХ проблемный машина дейді. Мен жөндеу білем бұны. Содан кейін айдап жүрмін дейді. Моторында жөндей берем. Капризный дейді. Білмеймін, 90 жылдар жаңадан шыққан кезде енді көліктің жаманы жоқ қой. Әр көліктің өзінің бір қиқын-жиқыны болады ғой. Жаман жоқ көліктің, просто уақытылы жөндеп білу керек та. Сол кезде көлік жүреді. Уақытында жөндемейсің ба, салмайсың ба, арты-артынан кетеді проблемалар. Анау бұзылады, мынау бұзылады дегендей.
Так что жиги жаман көлік жоқ. Жаман жүргізуші бар дегендей уақытылы қарамайтын. Қалай болса солай айдайтын. Міне тоғы. Міне тағы да 90 жылдары мен деген көліктердің бірі еді. Мерс. Так, бізде 90 жылғы дейді, 2,8 дейді, 2,900,000 дейді. Кожный салон жиги. Күтіп жақсы айдаса, бұл әлі тағы да 10-20 жыл жүріп береді. Бұл көліктерің. Бұларға уже 30 жыл болды ғой. Сонда да жүріп жүр ғой. Жарықтық. Адамдар мына жаққа үйіліп жатыр. Осақты көрейік. Бір қызық болып жатқандай. Audi 6 A6 дейді. Audi A6 дейді. 08. Мынау не бізде? Toyota Carina Evo. Состояниесі былай орташа. Орташадан жақсы деп айтса болады. Жылтырлап тұр. Carina. Бағасын көріп жүрейік. 93 жылғы 2 автомат 2,600,000 сұрап жатыр. Қаңқасы бойынша состояниесі жақсы. Audi A6. Қаңқасы бойынша состояниесі жақсы. 94 жылғы 2,6, 2,800,000 сұрап жатыр. Бұл да король трассы болып жүрген көліктердің бірі еді ғой. Кезінде 20 жыл, 30 жыл бұрын. Mercedes Merс. Қаңқасы бойынша жағдай жақсы. 124 кузов 2,8 автомат дейді. 3,200,000. Состояниесі ішіндегі орташа велюр таза. БХ 528 дейді. 96 жылғы 4 миллион. Бүгінгі базарда БХ мен Мерстер көп қой. Ангельский глазки деймі. Кузов бойынша состояниесі орташа. Есік жабық. Кожаный салон. Мына жақта 2 BMW тұр қатарынан. Семерка. Мынау бізде пятерка. Тоқсан үшінші жылғы 520 2,650,000 дейді. Кожаный салон. Қаңқасының жағдайы орташа. Дисклері.
салоны. Кожный салон міне.